Қызанақ көшетін жерге отырғыздыңыз. Ал ертеңіне қарасаңыз, жапырағы салбырап, өзі өспей, күнге күйіп тұрғандай көрінеді ме? Сол сәтте көп адам бірден су құйғысы келеді. Біреуі тыңайтқыш іздейді. Енді бірі көшетті құтқарам деп түбін қопарып, қайта-қайта мазалайды. Бірақ шындық мынау. Қызанақ алғашқы қаптада көбіне күтімнің аздығынан емес, күтімнің көптігінен қиналады. Сәлеметсіздер ме, достар? Бүгін қызанақ көшетін ашық жерге, немесе жылжайға отырғызғаннан кейінгі алғашқы 7 күнде не істеу керек, ал нені мүлде істемеу керек, соны қарапайым тілмен айтып өтемін. Ең бірінші есте сақтайтын нәрсе бар. Көшет отырғызылғаннан кейінгі бірінші аптада қызанаққа ең керегі тыңайтқыш емес. Оған тыныштық, ауа, бір қалыпты ылғал және жылы топырақ керек. Егер отырғызғанда ұясына қара шірік, күл, дайым қорек немесе басқа да бастапқы қорек берген болсаңыз, бірінші аптада үстінен тағы бірдеңе құя берудің қажеті жоқ. Тамыр жаңа жерге үйренуі керек, ал біз сол кезде оған кедергі жасамауымыз керек. Қызанақты асықтырмаңыз. Алдымен тамыры жерге жабысып өзіне келсін. Содан кейін ғана өсу басталады. Енді күн-күнмен қарап шырайық. Отырғызған күн. Сіз көшетті отырғыздыңыз. Түбін жақсылап бастырдыңыз. Жер бос қалмасын деп қалыпты мөлшерде су құйдыңыз. Осымен сол күнгі жұмыс бітті. Бірнеше сағаттан кейін қайта келіп, тағы су құюдың қажеті жоқ. Кешке қарай тағы бір тексеріп, аздап құя салайын деп ойлаудың да қажеті жоқ. Отырғызған күні басты міндет өте қарапайым. Көшетті дұрыс отырғызу, бір рет жақсылап суару және тыныш қалдыру. Бірінші және екінші күн. Осы кезде көп адам уайымдай бастайды. Көшет бұрынғыдай тік тұрмауы мүмкін. Жапырағы сәл жұмсарып, салбырап көрінуі мүмкін. Әсіресе Қазақстанның көп өңірінде күндіз күн қатты қыздырып, жел құрғақ соқса, көшет шаршаңқы болып тұрады. Бұл бірден жаман белгі емес. Қызанақ дәл сол күні бой көтеріп, жаңа жапырақ шығарып кетуге міндетті емес. Ол алдымен тамырын реттеп жатыр. Сондықтан алғашқы күндері биіктеп өсті ме деп қарамаңыз. Ең алдымен жалпы жағдайына қараңыз. Ұшы тірі ме? Сабағы босап кеткен жоқ па? Көшет мүлде құлап бара жатқан жоқ па? Міне, осы маңызды. Осы жерде ең көп жасалатын қателік бар. Ол артық суару. Бүгін отырғызады, ертең тағы суарады, арғы күні тағы құяды. Неге? Өйткені жер қатты кеуіп қалғаннан емес, адамның өзі уайымдап тұрғаннан. Бұлай істемеңіз. Кек үстіңгі қабатқа қарап шешім қабылдамаңыз. Қазақстанда күн мен жел жердің бетін тез құрғатады. Бірақ төменгі қабат әлі ылғал болуы мүмкін. Саусағыңызбен немесе кішкентай таяқпен түбін сәл тереңірек тексеріңіз. Төменде ылғал болса, су құймаңыз. Алғашқы күндері қызанақ көбіне шөлден емес, артық судан қиналады. Топырақ батпақ болып тұрса, тамыр демала алмайды. Тамыр демалмаса, көшет өспейді. Тағы бір маңызды нәрсе. Суық су құймаңыз. Құдықтан немесе құбырдан жаңа алынған мұздай суды қызанақ жақсы көрмейді. Әсіресе түндері салқын болатын солтүстік, орталық және шығыс өңірлерде бұл өте маңызды. Суды күнге жылтып, тұндырып барып құйған дұрыс. Үшінші және төртінші күн. Осы кезде көшетті мұқият бақылауға болады. Егер көшет тірі болса, түсі жаман болмаса, ұшы салбырап, мүлде өліп тұрғандай көрінбесе, жапырақтары күн сайын нашарлай бермесе, онда бәрі дұрыс бағытта келе жатыр. Ол әлі айқын өсім бермеуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Осы күндері жақсы белгі дегеніміз күшті өсу емес. Жақсы белгі дегеніміз көшеттің нашарлап кетпеуі және біртіндеп жинақтала бастауы. Ал егер үшінші немесе төртінші күнге қарай көшет керісінше нашарлап бара жатса, онда себебін іздеу керек. Әдетте себеп үшеу болады. Біріншісі артық су. Екіншісі күн мен ыстықтан қорғаныштың болмауы. Үшіншісі салқын топырақ немесе ауа жетіспеуі. Жылжай туралы бөлек айтайын. Көшетті отырғызып алып, жылжайды тарс жауып тастасаңыз, ішінде монша сияқты ауа пайда болады. Қызанаққа ондай жағдай ұнамайды. Оған бу емес, ауа керек. Көктемде Қазақстанда жылжайда күндіз өте ыстық, ал түнде салқын болуы мүмкін. Сондықтан есігі мен желдеткішін ауа райына қарай ашып жабыңыз. Күндіз ішін қыздырып жібермеңіз, бірақ түнде суық жел ұрып кетпесін. Ең дұрысы, жылжайда ауа жүріп тұрсын, бірақ көшетке тікелей салқын жел соқпасын. Ашық жердегі жағдайда бөлек. Біздің далада күн қатты, жел құрғақ. Әсіресе оңтүстік пен батыста
Көшет отырғызылғаннан кейін бірден қатты күнге түссе, кеш шаршайды. Мұндайда батырлық жасаудың қажеті жоқ. Бір-екі күнге жеңіл көлеңке түсіру өте дұрыс шешім. Агроволокно, жұқал мата, тор немесе уақытша қалқа қолдануға болады. Бірақ толық жауып, ауасыз қалдырмаңыз. Мақсат көшетті тұншықтыру емес, күннің өткір сәулесінен және құрғақ желден аздап қорғау. 5-ші, 6-шы және 7-ші күн. Осы кезде қызанақтың жаңа жерге қалай бейімделгені анық көріне бастайды. Егер бәрі дұрыс болса, көшет біртіндеп тік тұра бастайды. Жапырағы тірі көрінеді. Ұшы солып қалмайды. Жалпы тіріде бұрынғыдай қиналып тұрғандай болмайды. Осы кезде тағы бір қателік жасамаңыз. Бір апта өтті екен деп бірден тымайтқыш құюға асықпаңыз. Алдымен көшеттің өзіне қараңыз. Егер ол өзіне келіп жинақталып, тамыры жерге үйреніп жатса, оған кедергі жасамаңыз. Тыңайтқыш туралы ашық айтайын. Бірінші аптада қызанаққа қосымша қорек беруге асықпаған дұрыс. Егер ұясына бастапқы қорек берілсе, топырақ мүлде құнарсыз болмаса, көшетке қазір ең керегі тамырын бекіту. Тамыр әлі толық жұмыс істемей тұрғанда, үстімен қайта-қайта қорек беру пайдадан гөрі зиян болуы мүмкін. Кейбіреулер көшетті отырғыза сала, ашытылған көң, күшті ерітінді немесе әртүрлі қоспа бере бастайды. Бұл дұрыс емес. Әсіресе жаңа көңді немесе тым күшті тыңайтқышты қолдансаңыз, тамыр күйіп кетуі мүмкін. Қызанаққа алдымен сабыр керек. Алдымен тамыр, содан кейін ғана қорек. Тағы бір нәрсе. Алғашқы аптада көшеттің түбін қайта-қайта қопсыта бермеңіз. Тамыр жаңа ғана жерге үйреніп жатыр. Ал сіз күрекшемен немесе қолмен түбін мазаласаңыз, нәзік тамыршаларды үзіп алуыңыз мүмкін. Қопсытуға да, түбін түзеуге де кейін үлгересіз. Енді өте қарапайым түрде айтайық. Алғашқы аптада не қалыпты жағдай, ал не қауіпті белгі. Қалыпты жағдай. Көшет бірден қатты өсіп кетпейді, бірақ құлап та қалмайды. Қалыпты жағдай. Жапырағы сәл салбырап тұрады, бірақ ұшы тірі болады. Қалыпты жағдай. Төменгі бір-екі жапырақ мінсіз көрінбеуі мүмкін, бірақ көшеттің ортасы мен ұшы жақсы болса, қатты уайымдамаңыз. Қалыпты жағдай. Ол бірден жаңа жапырақ бермейді, бірақ күн сайын машарлай бермейді. Ал мына жағдайларда назар аудару керек. Көшет күн сайын әлсіреп бара жатса, жапырағы тек түсте емес, таңертеңде, кешкеде салбырап тұрса, түсі сарғайып немесе қарайып кетсе, ұшы мүлде жансыз көрінсе, жер бірде батпақ, бірде тас сияқты қатып тұрса, жылжай іші күндіз тымысып, ауа жетпей тұрса, міне осындай кезде себебін тауып түзету керек. Қысқаша айтқанда, алғашқы 7 күннің тәртібі мынадай. Отырғызылған күні көшетті дұрыс отырғызып, бір рет жақсылап суарасыз. Бірінші және екінші күні себепсіз су құймайсыз, асықпай бақылайсыз. Үшінші және төртінші күні көшеттің жалпы жағдайын қарайсыз, бірақ одан бірден күшті өсу талап етпейсіз. 5-ші, 6-шы және 7-ші күні қалай бейімделгенін бағалайсыз. Егер бәрі дұрыс болса, артық тыңайтқышпен, артық сумен және артық қопсытумен мазаламайсыз. Қызанақты шамадан тыс қамқорлықпен қинамаңыз. Алғашқы аптада оған көбіне жаңа амалдар емес, тыныш әрі дұрыс жағдай керек. Ауа болсын, ылғал шамамен болсын, топырақ тым суық болмасын. Күн мен жел қатты болса, аздап қорғаныш болсын. Сонда көшет тамырын бекітіп, кейін өзі жақсы өсіп кетеді. Пікірге жазыңыз. Сізде қызанақ көшетін отырғызғаннан кейін көбіне не болады? Орнында тұрып қала ма? Күнге сола ма? Төменгі жапырағы сарғая ма? Әлде бірден жақсы жерсініп кете ме? Осындай қарапайым, даусыз, тәжірибеге жақын бақша кеңестері керек болса, арнаға жазылып қойыңыз. Мен бәрін асықпай, түсінікті тілмен айтып отырамын.